Сәлем қыздар, мен есімім Есіркенова Бақтыгүл Нұрғалиқызы. Фабрик интернет дүкенінің Рубинов дәрежесіндегі директоры болам. Көп қыздар маған табысқа қалай жылдам жетсем екен деген сұрайды. Бізде арнайы быстрый старт программасы бар. Егер жылдам ақшаға шыққыларыңыз келсе, мұқият видеоны аяғына дейін тыңдап, бірге бір жасасаңыздар болады. Бізде жылдам старт бағдарламасында біздің квалификационный бонустарымыз 2 еселенеді. Мысалы, директор дәрежесін ашқан кезде 275 мың алсақ, оны 2 еселеп аламыз. Аға директор, күміс, золото, рубин, яғни сол дәрежеде алатын ақшаның барлығын 2 еселенеміз. Мысалы, мына жерде директор, аға директор және күміс директорның ақшасы жазылған. Аға директорлікті 275 мың, күмісте 137 мың, күміс директор 550 мың, барлығын қосса 962 мың 500 теңге. Егер сіз осыны 9 каталогтың ішінде ашатын болсаңыз, сізге осының барлығы 2 еселенеді, яғни 2-ге көбейтесіз. Мысалы, қараңыздар, сіз директор болсаңыз 275 мыңге тағы да 275 мың, бір директорыңыз шықса, үстіне тағы да 137 мың 500 теңге қосылады. Жылдам старт болса тағы да 137 мың 500, күміс директорлікте 550, оны да тағы да 550 қосылады. Золотода 825, тағы да үстіне 825, яғни примерно сіздің табысыңыз жарты жылдың ішінде 5 миллионға шығуы мүмкін. Егер дұрыстап жұмыс жасайтын болсаңыздар. Арифлеймнен келген қыздардың барлығы фабрлікте осы метод бойынша ашып жатыр. Рубинге дейін жылдам жарты жылдың ішінде осы дәрежелерді ашып, осы табыстарды алып жатыр. Сондықтан мұқият қараңыздар және бірге бір жасаңыздар. Енді не істеу керек? Директорлік бұл 3000 балл, 23%-ға шығу. Бірақ сіз міндетті түрде өзіңіз 50 балл жасау керексіз. 50 балл жасау керексіз. Мысалы, 100 балдан жасайтын 30 консультант шақырсаңыз болады. Болмаса 50 балдан жасайтын 60 адам шақыру міндетті түрде. Және квалификационный бонустан бөлек сізге әр каталог сайын, сіздің дәрежеңіз өскен сайын, осы таблицаға сай ақша түсіп отырады. Квалификационныйдан бөлек қыздар. Мұқият қараңыздар. Директорлікте 207 мың теңге сіздің командаңызға бөлінетін болады. 9 каталог дегеніміз сіз тіркелгеннен бастап стартовый программа басталады. Яғни осы стартовый программа аяқталған дейін стартовый программа ровно жарты жылға. Жарты жыл дегеніміз біздің 180 күн. 180 күннің ішінде сіз жәнегі өзіңіздің қалаған аға, күміс, золото, рубин директорлы дәрежесін ашсаңыз болады. Стартовый программа бізде жартылай өтетін болсаңыз 12,5 мың теңге, толықтай өтем десеңіз 24 мың, 25 мың теңге қазір. Енді қараңыздар. 50 балл жасау міндетті дедім, 50 баллды бізде 3 түрлі жасау тәсілі бар. Ол 12500 теңгеге сабақ сатып алып отырасыз әр каталог сайын. Яғни мысалы 9 каталог 12500 теңге көбейтетін болсаңыз, примерно 100 мың теңге. Меніңше, сол 5 миллион теңге алу үшін 100 мың теңге бизнеске ақша салу ешқандай қиын емес деп ойлаймын. Себебі сіз екінші, үшінші каталогта уже ақшаға шығып кетесіз. Бірінші каталогта 12500 теңгеге сабақ сатып, сабақтың бірнеше 200-ден астам сабақ түрі бар, өзіңіз қалған, бірақ барлығы орыс тілінде. Екінші 50 балл жасау тәсілі, бұл сіз өзіңізге керекті заттарды сатып аласыз. Бірақ ол заттардың бағасы бір балы 375 теңге болуын қадағалауыңыз керек. Сол кезде сізде 50 балды 19 мың теңгеге сатып алу мүмкіндігіңіз бар. Міндетті түрде қадағалауыңыз керек. Акцияға қаратай, арзан затқа қаратай жүгірмеуіңіз керек. Именно балл жақсы 375 теңге болатын товарларды алсаңыз, 50 балды осылай жасауға болады. Жарты жылға көбейтетін болсаңыз, сіз өзіңізге керекті заттарды ғана алып отырасыз. Бұл жерде ештеңені сатудың қажеті жоқ.
Болмаса үшінші 50 балл, яғни 1 балл 750 теңге тұратын заттарды сатып аласыз. Оларға киімдер жатады, аяқ киімдер жатады, акция бойынша заттардың барлығы, олардың 1 баллы 750 теңге тұрады. Сіздің примерно 38 000 теңге ақшаңыз кетеді. Бірақ естеріңізге салам қыздар, сіздің 6, 9, 12 дәрежеге шыққан кезде сіздің кабинетіңізге ақшалар түсіп тұрады. Сондықтан сіздің қалтаңыздан шығатын ақша примерно бір жарты жылда 50 000 теңге ғана болуы мүмкін. Меніңше 5 миллион теңге табыс әкелетін бизнесқа 50-60 000 теңге салу, и то оны товармен алу, былайынан финансовый пирамида емес қой Фаберлік деген, ол 20 жыл бойы нарықта жүрген үлкен компания, заңды түрде жұмыс жасап жатқан компания. Сіз 50 балға білім сатып аласыз, болмаса 50 балға сіз өзіңізге керекті зат сатып аласыз. Тағы да просто балы қымбатырақ киім-кешек сатып аласыз, иә? Сондықтан ұмытпаңыздар, сіз бұл жерге жай ғана ақша салып жатқан жоқсыз. Сіз бұл жерге өзіңізге керекті заттарды алып отырсыз. Керекті заттарды ала отырып, жарты жылдың ішінде 5 миллион теңге доход әкелетін бизнес жасауға болады. Енді қараңыздар, иә? Жәнегі бірінші каталогта барлықтарыңыз именно тек қана 12 500 теңгеге сабақ сатып алсаңыздар болады. Оның ішіне сіздің өзіңіздің жеке сабағыңыз, кабинетіңіз болады. 200-ден астам тақырыпта сабақтар болады. Жеке тұлға ретінде өсу, подсознаниямен жұмыс жасау, оның ішіне таргетинг, оның ішіне рекрутинг, оның ішіне маркетинг план. Яғни өте көп. Сіз соны бақанда 50 балға сатып аласыз. Қалай сатып алу керек? Оның жеке сабағы бар арнайы. Екінші, өзіңіз сияқты 50 балл жасайтын адамдар шақырасыз. Бірінің артына бірін тіркеу арқылы сіз жылдам, яғни сабақ сатып алама, жоқ әлде товар сатып алама, неважно, ең бастысы 50 балл жасау керек. 50 балл жасаған адамның барлығына маркетинг жоспар бойынша ақша түсіп отырады. Мысалы, сіз бірінші каталогта 60 адам жинайтын болсаңыз, 50 балдан жасайтын, сіздің балыңыз 3000. 3000 дегеніміз сіз директорсыз. Мысалы, 3 ветка ашып, бірінің артына бірін тіркейтін болсаңыз, сіздің каждый адамдарыңыздың барлығына ақша түсіп отырады. Келесі каталогта сол ақшаға товарды сатып алса болады. Жәнегінің сатып алатын ақшаның, яғни бағана 19 000 теңге дедім ғой 50 балл. Ол 19 емес, одан да арзан болып түседі. Мысалы, аға директорлікте, жәнегі сіз директорды аштыңыз бірінші каталогта 60 адаммен, екінші сіздің үстіне тағы да 40 адам қосылу керек. Сонда 50 балды 100 адамға 5000 балл. Яғни бір веткаңыз 3000 балл болуы мүмкін, екінші қалған 2 веткаңыз 1000 балдан болуы мүмкін. Ең бастысы, сіз общий 5000 балл жинауыңыз керек. Сол кезде сіз аға директор боласыз. 5 веткада 1000 балдан болуы мүмкін болмаса, мен жәнегендей мысал ретінде көрсетіп отырғанда осылай болуы мүмкін. Бұл жерде мысалы әрбір 3000 балға 207 000 теңге бөлініп отырады. Сіз еще директорский бонус алып отырасыз. Бұл жерде сіздің ақшаңыз өте және квалификационныйдан бөлек 21 күн сайын ақша түсіп отырады сізге. Күміс директор болу үшін сіздің астыңыздан жәнегі шақырған 2 адамыңыз директор болу керек. Олардың өздері уже 207 000 теңгеден ақша алып отырады. Сіз директорский бонус алып отырасыз. Бұл жерде сіздің командаңызды 50 балдан жасайтын 150 адам болу керек. Общий 7,5 мың балл. 2 веткаңыз, 2 директорыңыз бар уже, директордан бөлек 3-ші веткаңызда 1500 балл. Түсінікті, иә бұл? 4-ші алтын директор. Ол жерде сіздің командаңызда 200 адам. Ең бастысы бірінші, ең алғашқы 60 адамды жинап алсаңыздар болғаны. Одан кейін әр адамның өзі бір адамнан шақыратын болса, сіздің командаңызда бірден 100-200 адам болып кетеді. Сондықтан мен всегда айтам, ең бастысы алғашқы команда адамдарын жинап алу. Ол тек қана сізге байланысты. Одан кейін, мысалы, алтын директор болу үшін сіздің уже астыңыздағы 3 қыз директор болады.
олардың өздері қаншама ақша алып жатады. Сіз одан бөлек 4-ші веткаңызда 1000 балл болу керек. 1000 баллға жетпей тұрса, сіз алтын директор дәрежесін орындамаған адам болып саналасыз. Болмаса бірден 5 ветка ашсаңыз болады. Онда 4 веткаңыз директор болған кезде рубиновый директор дейді, 5-ші веткаңызда 1000 балл. Яғни бұл жерде мен сіздерге айтып отырмын ғой, 50 баллды тек қана сабақ емес, 50 баллды өзіңізге керекті заттарды сатып алып отырып жасауға болады. Ұмытпаңыздар, әр каталогта сіздің кабинетіңізге ақша түсіп отырады. Соны сіз арқатай қолдана аласыз. 15%-ға жеткен кезде компаниямен заңды түрде договорға отырасыз. Барлық ақшаңызды уже банк счетынан алу мүмкіндігі бар. Кейбір адамдар мысалы финансовый пирамидаға ақшаларын салып жатады, қайтпай қалады. Бұның жанында Феберлік кәдімгідей 20 жыл нарықта жүрген сенімді компания, товарлары арзан, 6000-нан астам товар түрі бар. Не сатып алам десеңіз де өз еркіңіз. Ең бастысы сіз 50 балға товар алып отырсаңыз болды. Арзанырақ қылып алам десеңіз, міндетті түрде қадағалаңыз. 1 балы 370 теңге, 5 теңге болатындай. Ал аяқ киімді де аламын, киімді де алам десеңіз, ол өз еркіңіз. Бірақ ең бастысы 50 балдан төмен болмау керек. Ал егер бірден сабақтан бастаймын, бастапқы ақша түскенге дейін сабақты ғана алып отырам десеңіз де өз еркіңізде. Яғни 50 балды жасау түрлерін мен сіздерге көрсеттім. Сонымен шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Жылдам старт бойынша жәнегі мен сіздерге айтқан директорлық бонустарды 2 еселеп, оның үстіне қосымша квалификационный бонустарыңыз бар, дополнительно әртүрлі бонустар бар. Мысалы, стартовый программа аяқталғанға дейін сіздер аға директор, күміс, алтын, рубин директорлық дәрежелерін ассаңыз, примерно сіздің доходыңыз 5 миллионнан асып кетеді жарты жылдың. Мен мысалы 3 жылда жасағанды, сіздер жарты жылдың ішінде жасау мүмкіндіктеріңіз бар. Егер менің айтқанымды 1-1 жәнегінде орындасаңыздар. Ең қиыны алғашқы 30-60 адамды жинау. Соған дайын болсаңыз, арғатай команда бірін-бірін шақырып тез жылдам өсіп кетеді. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Яғни квалификационный бонустан басқа, міне маркетинг жоспар бойынша ақшаларыңыз, директорліктегі алатын квалификационный бонустарыңыз, мұқият қараңыздар, санаңыздар, есептеңіздер. Ақша есеп дегенді жақсы көреді. Жарты жылдың ішіндегі қалтаңыздан шығатын расходыңызды есептеңіз. Қай тәсілмен 50 балл жасайтыныңызды 19 мыңға товар алып отырып жарты жылға көбейтіңіз. Грубо 20 дейікші, 180 мың теңгеге товар алады екенсіз. Мысалышы. Ал егер сабақ алатын болсаңыз, примерно 100 мың теңге. 180 мың теңгенің барлығы сіздің қалтаңыздан шықпайтын тағы бір рет ескертемін. Себебі әр каталогта сіздің дәрежеңізге сай сізге ақша түсіп отырады. Примерно сонда сіз 50-60 мың теңге көлемінде ғана қалтаңыздан ақша шығады. Егер сіз соған дайын болсаңыз, онда 50 балл жасап, 50 балл жасайтын команда жинаңыз. Яғни бизнеске осы видеоны көрсетіңіз. Мен осы тәсілмен жұмыс жасаймын. Егер менің командама қосылғыңыз келсе, я деп жауап беріңіз. Және мен міндетті түрде 50 балл жасаймын деп кәдімгідей жазу керек. Сонда барып сіз сілтемеңізді бересіз, адамдар сізге тіркеледі. Осы тәсілмен келесі адамды шақыратын боласыздар. Мұқият тыңдағаныңыздарыңа рахмет. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, WhatsApp чатта қоятын боласыздар.